Қазақстан Ақтау телеарнасында сіздер аса күткен бақ пен бақ бағдарламасы. Сіздерге айтар тағы да үлкен қуанышты хабар. Бокстан тұңғыш рет Маңғыстауға әлем чемпионатының алтын медалі жетті. Оны жерлесіміз Ердос Жаңабергенов Қытайдың Миньян қаласында өткен әлем чемпионатында жеңіп алды. 81 келі салмақта әлемнің бірінші нөмірлі болғар қолғап шеберлерімен шаршы алаңда жолығып, олардың барлығында тізе бүктеген жеңімпазды маңғыстаулықтар қуаныштан көздеріне жас алып әуежайдан күтіп алды. Қарашаның 21 мен 11 аралығында Қытайдың Миньян қаласында бокстан әлем чемпионаты өтті. Оған 117 мемлекеттен 400-ден аса боксшылар әлем чемпионы атағына таласты. Қазақстан құрама командасының бас бапкері Дамир Буданбеков жоқ дегенде 2 алтынмен келеміз деген еді. Ол сөзінде тұра алды. Жарыстың соңғы күндері қазақстандық 5 боксшы жартылай финалға шықты. Ал ақтық жекпе-жекке кім шығуы мүмкін? Бапкерлерді бірінші осы ойлантты. Финалға тек 2 жігіт суырылып шықты. 60 келі салмақ дәрежесі бойынша қарағандылық Серік Сапиев әлем чемпионы атағын жеңіп алды. Бапкерлер қуанышында шек жоқ. Соңғы үміт жерлесімізде. Ол қандай өнер көрсетуі мүмкін? Ердос жеңіліс тапса, әлемдегі бокс державасының 3-ші орыннан айырылып қалатын едік. Барша қазақстандықтар теледидарға үңіліп, Ердостың жеңуін тілеп отырды. Ақтық жекпе-жекте жерлесіміз қиналмай жеңіске жетті. Ердостың салмағында 36 спортшы болды. Рингте ол 5 кездесу өткізді. Бірінші жекпе-жек корейлік жігіт қарсы тұра алмады. Екінші кездесуінде австралиялық былғары қолғап шеберінен басым түсті. Ширек финалда Тунис спортшысымен қолғап түйістірді. Оны жерлесіміз 3 рет нокдаунға түсірді. Жартылай финал. Ердос өзбекстандық Өткелбек Хайдаровпен кездесті. Ол осыған дейін 2 рет әлем чемпионатына қатысып, 1 рет жеңімпаз, ал 2-ші рет финалист болған. Және Афина олимпиадасының қола медаль иегері. Оны 35-31 есебімен тізе бүктірген соң, финалда хорват мықтысымен жолғады. 2 боксшы да жеңімпаз боламы деп біраз тер төкті. Санаулы минуттар қалған кезде Ердос хорватқа алға шығуға мүмкіндік бермеді. Есеп 22-10. Ердос Жаңабергенов әлем чемпионы. Ең ауыр жекпе-жегім осы полуфиналда қарсыласым Өткелбек Хайдаровпен болды. Ол күшті әлем чемпионы болған. Өзбекстандық. Олимпиада ойындарының қола жүлдегері болған. Сол ең ауыр болған. Бәрінің мақсаты Олимпиада медаль алу. Сол мақсатым Олимпиада медаль алу. Осы Маңғыстау еліне барасың. Ердос біздің ғана баламыз емес, бүкіл елдің азаматы. Барша қазақстандықтардың мерейін үстем етті. Бұдан артық әкеге қуаныш жоқ дейді Үсен аға. Мен баланы бердім. Ет сендердікі сүйегі менікі деп. Бала елдің баласы. Мен ұстазынан асып кете алмаймын, ұстазының өзі біледі. Мейлі профессионалды салама, мейлі өз қолында ұстап қалады ма, ол Марат Жакиевтің еркінде. Ердостың анасы Асия апа, күні түні теледидар алдында отырдым. Баламның бұл жарыстан жеңімпаз болып келетінін әуелден сездім. Ол бала кезден қайтпайтын, жеңіске жету үшін бар күш-жігерін салып, қолға алған ісін аяқтамай тынбайтын тындырымды болды. Сол мінезіне сүйсінемін. Ол бәрінің сенімін ақтай білді дейді Ердостың анасы. Осы баланың осындай жеңістіктерге жеткен себебі әуелі Алла деймін, қала берді осы киелі ел Қазақстан Маңғыстау облысының шарапаты деген деп есептеймін. Президентіміз Нұр ағамыздың арқасы, осы Маңғыстау облысының әкімшіліктерінің арқасында деймін. Бапкерлері Жакиев Марат, Балжан тренер Балжан Еріктің арқасында осындай жетістіктерге жетіп отыр деп есептеймін. Рахмет, сау болыңыздар. Жалпы сіз әуелден сендіңіз ол алтын медаль алатынын, әлде бір ойладыңыз ба? Сендім, мен өзім түстерде көріп жүрдім, ішімнен сенемін оған. Ал болашақта одан қандай үміт күтесіз? Бұдан да үлкен жеңістіктерді күтемін. Жоғары биіктей берсін Құдайым. Жоғарыдан биік шыңнан көріне берсін, әлде де деп үміттенеміз. Ердостың қазір кәсіпқой бокста кетуіне толықтай мүмкіндік бар. Және оған бірнеше ұсыныстар болыпты. Бапкері Марат Жакиевтің айтуынша, ол бірінші олимпиада чемпионы болғаны дұрыс.
кәсіпқой бокста кетуге кез келген уақытта үлгереді. Бірақ ол өзі барамын десе, оны ұстаған дұрыс болмас дейді жаттықтырушысы. Мұның мүмкіндігі бар. Бұны әлі әлем чемпионатының алдында да Ердосты адамдар келіп сұраған. Қазақстан құрама командасын алмай жатыр, баланы бер деген. Бізге бер, біз өзіміз алып кетіп, бұны кәсіпқойға дайындаймыз деп. Бір осы соңғы бір турнир деп ұстап қалып едік. Сол соңғы турнирі, Шоқыр Бөлтеген турнирімен ары қарай құрама команда кіріп, бірінші нөмір болып шыға келді. Ал қазір енді бала өзім кетем, мен барғым келеді десе, мен оны қайдан ұстаймын. Барам десе, барады. Бірақ енді мына олимпиадалық білдейтін ең жоғарыға не ғой, бокс бойынша. Негізі соны алған дұрыс деп ойлаймын. Бірінші. Негізі мақсатымыз сол еді. 2008-ге Маңғыстаудан бір адам қатыстыру. Маңғыстау спортының тарихында осыған дейін тек 2 ғана Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген спорт шебері болған. Енді олардың қатарын 21 жастағы әлем чемпионы толтырды. Ердостың жаңағы әлем чемпионы дегені соған жатады. Біз қазір документтерін дайындап жатырмыз. Тренері Қазақстан еңбек сіңірген жаттықтырушысы болады. Ердостың өзі Қазақстан Республиканың еңбек сіңірген спорт шебері болады. Бұның алдында бізде ең бірінші біздің Маңғыстауда шыққан боксшымыз, атақты боксшымыз Асылбек Келимов сондай атаққа ие болып еді. Содан кейін біздің Маңғыстауда Татьяна Кудрявцева деген біздің пауэрлифтингтен әлем чемпионы бар. Сол кісі, мына Ердос үшінші адам осы Маңғыстаудың ішінен шыққан еңбек сіңірген спорт шебері деген атаққа ие болып отқан. Бокстан әлемде қазақ жігіттерінің жолын көбіне кубалықтар кесетін. Бокс державасы саналатын кубалықтарды нокаутпен жеңу әрбір қазақ баласының арманы. Қазір әлемде рингке қазақ шықты десе, кубалықтар сескене бастайды. Қазақтың қайсар жігіттерін оңайлықпен жеңе қоймайсың. Оны кубалықтар әлі күнге дейін мойындап келеді. Өздерінің қатты соққысымен қарсыластарын құлатып жүргендер бізде бір-екі саран. Солардың бірі осы Ердос. Қазір құрамада бір-екі жігіт жақсы өнер көрсете алмай жүр. Олардың орнын Ердос секілді жұдырығы тастай жігіттері басса, Куба мен Ресейді артта қалдырып, әлемдегі бокс державасы біз болар едік. Енді Кубаның боксшыларын әлемге танымалы боксшылар көп жылдан бері олар олимпиада, әлем чемпионаттарда чемпион болып жүр. Теофил Стивенсонны айтсақ, ол 3 дүркін олимпиадалық чемпионы. Тағы көп спортшылар бар, көбіністер. Бірақ біздің қазақ боксшыларда жеңістерге жетіп жүрген арымызда бар. Енді құлату деген енді кубалықты нокдаунмен, нокаутпен ұту деген қиындау. Сол Ердос өткен Москвада әлем кубогында кубалық боксермен кездесу болғанда 2 рет нокдаунға түсіріп, 3-ші рет құлатып жеңіске жетті. Маңғыстауға тұңғыш рет әлем чемпионатының алтын медаліне келген жеңімпазды облыс әкімі Болат Палымбетов қабылдады. Онда ол оған үлкен алғысын айтып, алда осы бабынан таймай, қазақ боксының мықты екенін көрсете берсін деген тілекпен 2 бөлмелі пәтердің және джип автомашинасының кілтін сыйлады. Акимату города выделение Джанабергену Ердосу Сынову двухкомнатной квартиры в 29-м микрорайоне, 26-й дом, 35-я квартира. Это еще не все. Джип! Автомобиль! Ердоса заслуга, конечно, заслуга наших тренеров, поэтому нельзя двух прекрасно замечательных тренеров оставить тоже без подарка. Поэтому им тоже ключи от автомобилей марки «Жигули» 7 модели. Ердос, ең бірінші саған зор денсаулық, бақыт тілеймін. Енді біздің айтып отырмыз ғой, енді сен тек қана мама папам бала емессің, енді сен түгел Қазақстанның баласың. Мен сөзсіз, енді бәріміз саған қарап күтемін енді, алдымызда мәңгі. Енді сізге сенеміз, енді осы елеген біздің олимпиадалық шығады. Ердос облыс әкімімен кездесуінде қазіргі жаттығып жүрген залдың тарлық ететін, ал бокспен шұғылданамын дейтін жастар саны көп екендігін, болашақ чемпиондар қатарын көбейту үшін жаттығу орындары мен спорт кешендер салу қажеттігін айтты. Бізден осы
топырақтан шыққан спорт өкілі ретінде, жай азамат іні ретінде сұрайтын бір өтінішім бар. Сондағы кездері боксқа құмартқан жастар саны өте көп. Ал біз жаттығатын 4-ші шағын аудан Маяк сауда орталығының спорт залы тым тар болып тұр. Жаттығу барысында балалардың тығыздығы сонша бір-біріне қолдары шынтақтар тиіп кетіп жарақат алу оқиғалары көп. Ал нағыз чемпиондар осындай көп балалар іріктеу арқылы шығады. Біздің спорт залға құбырлас техникалық кітапхана орналасқан. Егер сол кітапхананы басқа ғимарат тауып беріп көшірсе, ол жер біздің қасымша спорт залын кеңейтуіне жақсы болар еді. Қазір сол тар залға сыймай қиналып жүрген жас балалардың арасында болашақ әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары жүргеніне сенімдімін. Қадірлі Болат Әбілқасымұлы, біздің осы бір өтінішімізді назар аударсаңыз екен. Болат Әбілқасымұлы алда бірқатар спорт кешендерін салу жоспарда тұрғанынан хабардар етті. Жеңімпаздар қатары көбейе берсе, біз де қарап отырмаймыз. Қолдан келген бар мүмкіндіктерді жасаймыз. Шешімін таппай отырған проблемалар алдағы күндері оң шешімін табады, деді облыс әкімі. Шын айту керек, бұл біздің елбасы президенттің саясат арқасында біздің бүгін жастарға жасап жатқан жұмыстарымыз спорт мәселе болсын, өзіміздің білім, денсаулық мәселе. Бүгін өздеріңіз білесіздер, облысымызда, Қазақстанда қанша жұмыс жасап жатқанымызға. Әр жерде өзіміздің спорт кешені ашуымыз керек. Қазір Құдай қаласа, мына Ақтауда ендігі жыл үлкен құрылыс басталайын деп отыр. Бұл спорт кешенін салайын деп отырмыз. Оны Маңғыстау мұнай-газдың қаржатына қазір проект жасап отырмыз. Құдай қаласа, ендігі жыл бұл құрылыс басталады деп, 1-2 жылдығын ашамыз деп ойымыз бар. Стадион жасауымыз керек. Мен айтып отырмын да, ел болу үшін, өзіміздің спортты көтеру үшін ең бірінші өзіміздің осындай спорт кешені болу керек. Енді осындай азаматтар болғанда, осындай өзіміздің тренердер болғанда, бұдан тек қана чемпион мира мен, әлем чемпион мен олимпиада чемпионский азаматтар шығу керек. Сонымен қатар Ердос Жаңабергенов елбасының қабылдауында болып қайтты. Нұрсұлтан Назарбаев әлем чемпионына ел атынан алғысын білдірді. Спортта жеңіске жету қиын, бірақ қарсыласыңды жеңіп, сол чемпиондық атақты сақтап қалу одан да қиын. Жарайсың, Ердос, сен қазақ елінің мақтанышына айналдың. Сені үлгі тұтып, сенде қайсар боламын дейтін жастар көбейсе екен деп тілейміз. Енді алда Катарда өтетін Азия ойындары күтіп тұр. Ал әрбір спортшының арманы ол әрине олимпиада. Егер Ердос осы бабын жоғалтпаса, ол Пекинде жеңіске жетеді деп сенеміз. Кім біледі, мүмкін әлемдегі ең үздік боксшыға берілетін Вейла Баркер кубогы да Ердостың қолына тиер. Жеңісті күндерде жүздескенше.